Ассалаумағалейкум ағайын. Біз жол жүру қозғалысын әрқашан қозғай береміз. Себебі бұл біздің мемлекетте біраз проблема. Өйткені жол апаты көп бізде. Оған себеп әртүрлі. Ең негізгі себеп деп ойлаймыз, это ол кішкентай кезінен балаларды соған баулау. Яғни бірінші сыныпқа барғаннан бастап сол ортаңғы буынға дейін 6-7 класстың оқушысына дейін мұны миларына енгізсек, онда ешқандай проблема болмайды деп ойлаймын. Келешекте ол адам өскен кезде, ересек болған кезде жол жүру ережесін жақсы түсіне біледі. Именно түсіне білу, өйткені шет жағасын ғана біліп, жаяу емес көлік жүріп жүрген адамдарымыз да толып жатыр. Келсесіздер, оған праваны сатып алғанның кесірі оның бәрі. Ал енді мына мемлекет, мен қазір тұрып жатқан бұл жақтарда ешқандай көлік апатын көрмейсің де, жаңа дабыл, то есть звуковой сигнал беріп жатқан адамды да көрмейсің. Сонан кейін бәрі ережені сақтайды. Мына жерде қарасаңыз, кольцо бар мына жерде. Кім болса да, үлкен кісі болсын, кішкентай бала болсын, кез келген жерден өтіп кетпейді. Бәрі де сол адам өтетін пешеходный переходтарын, яғни мынандай жерлерден өтіп жатады. Негіз біздің мәселеміз осы қауіпсіздік шарасы, ол әркімге керек нәрсе. Сондықтан егер сіздерге өміріңіз сізге өте қымбат болса, бақытты өмір сүргіңіз келсе, ұялмаңыздар, келіңіздер сабаққа. Оны ұялмаңыздар деп жатқан себебім, біреулер айтады, ой, сол не бар, сол автошколаға былай-ақ право ала салмайсың ба дейді. Қазір енді естіп жатқан боларсыздар. Кішкене қиындатып жатыр, ол негізі дұрыс. Бүкіл жаңағы левый дейміз ғой, лавочкалардың бәрін жауып жатыр. Өте қуаныштымын оған, осылай болуға тиіс. Сондықтан праваны біз тек өз білімімізбен тапсырып алуымыз керек. Сонда ғана бізде мына бір статистика дегені, жаман нәрсе ғой статистика деген, соны біз дұрыстайтын едік. Сондықтан келіңіздер, оқыңыздар. Алматы қаласы, Астана қаласы, егер кімде-кім алыстау дейді өзінің тұрған адресінен, ондай болса бізде қашықтықтан да оқыта береміз, дистанционное обучение деген. Келіңіздер, кез келген сұрақты қойыңыздар. Басқа да жаңағы сұрақтар болады заң жүзінен, жол жүруіне байланысты. Қойыңыздар, әрқашанда біз сіздерге жауап береміз.